Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қоспа дайындауды үйренеміз. Қоспа бұл қазақтың ұлттық тағамы болып саналады. Осы қасиетті Рамазан айында қоспаны шайға дайындауға болады. Қоспа дайындау үшін бізге қажет заттар: бидай ұнтағы, қант, сары май, кептірілген жүзім және сгущенка. Ал енді қоспаны дайындауға кірісейік. Бидай ұнтағын алып, осындай ыдысқа саламыз. Оның үстіне қантты салып, дұрыстап араластырып аламыз. Келесі кезекте сары майымызды алып құямыз да, қоспамызды дұрыстап бір келкі болғанша араластырамыз. Келесі кезекте сгущенканы алып құямыз да, тағы да дұрыстап араластырамыз. Келесі кезекте кептірілген жүзімді алып қосамыз да, дұрыстап араластырамыз. Дайын болған қоспамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай формаларға салып, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойып қатырып аламыз. Мен капкейкке арналған қағаздан жасалынған формочкаларға салдым. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қоспамыз дайын болды. Осындай формаларға салып, дастарханға қойған өте әдемі көрінеді және балалар да қызығып жейді. Менің каналыма жазылып, менің видеоларыма лайк қойларыңызды сұраймын. Қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Рахмет, ас болсын.